Виски әкелмесе, сахнаға шықпаймын. Төреғали Төрәлі шатақ шығарды. Трец қолданушысы Сымбат Мақұлова, елге танымал әнші, Төреғали Төрәлі жайлы шындықты айтты. Бұл туралы Айқын.кз сайты хабарлайды. Оның айтуынша, Төреғали Төрәлі әкесінің тойына мас болып келген. Әкемнің 55 жасына Төреғали Төрәліні шақырдық. Өйткені әкемнің қатарластары Төреғалидің әндерін тыңдайды. Керемет көңіл күй сыйлайды деп ойладық. Бірақ ол ішімдік ішіп келді. Негізі той халал болған. Тіпті жарты күн ерте келіп, ұйымдастырушылардан вискиге 32 мың төлеуді талап етті. 8 рет вискиге тапсырыс берген. Талабын орындамасақ, сахнаға шықпайтынын айтты. Bir кезде фонограммамен ән айтып, кетіп қалды, деп жазды ол. Жазбаның астына көпшілік екі түрлі пікір білдіріп жатыр. Бірі Төреғалиді қолдаса, енді бірі тойға әнші шақырмауға кеңес берді. Еске салайық, Төреғали Төрәлінің еліміздегі біраз концерті өтпей қалған болатын. Құрметті көрермендер, Сымбат Мақұлованың жазбасында айтылған жайт өнер адамына артылар үлкен жауапкершіліктің нақты мысалы. Ел алдына шығып, өнер көрсету тек дауыс пен сахна емес, мінез бен мәдениеттің де көрінісі. Той халықпен тікелей байланыс орнайтын орта. Ондай ортада тәртіп пен әдеп бірінші орында болуы тиіс. Егер бұл ақпарат рас болса, Төреғали Төрәлідей халықтың сүйікті әншісі үшін өкінішті. Тыңдарманның сеніміне селкеу түсірмей, құрметпен жауап қату әр өнер иесінің борышы. Екінші жағынан мұндай оқиғалар әншіні ғана емес, бүкіл шоу-бизнесті жеңілдетіп көрсетуге себеп болуы мүмкін. Ал той иелері үшін бұл үлкен сабақ. Әншінің атына емес, адамдық сапасына қарап шақыру қажет. Ең бастысы қандай жағдай болмасын, мәдениеттілік пен сабырды сақтау, халықтың өнерге деген сенімін ешқашанда жоғалтпайық.